Банктерді емес, халықты аштық пен жұмыссыздықтан құтқару керек. Халықтың қазынасындағы ақшаны Құлбаевтың, Өтемұратовтың, Машкевичтің, Жақсыбековтың және басқа да олигархтар мен жоғарғы шенділердің банктерін құтқаруды қашан доғарамыз? Менің депутаттық сауалым премьер-министрдің бірінші орынбасары Склярға және Қазақстан Республикасының бас прокуроры Асыловқа жолданады. Халыққа жайылымды жерлерді қайтарсақ, банктерді ауыздықтаудан бастау керек. 30 жылда неше рет банктерді құтқардық ағайын. Халықтың қазынасындағы ақшаны Құлбаевтың, Өтемұратовтың, Машкевичтің, Жақсыбековтың және басқа да олигархтар мен жоғарғы шенділердің банктерін құтқаруды қашан доғарамыз? Банктерді емес, халықты аштық пен жұмыссыздықтан құтқару керек. Соның бірден бір жолы банктерде кепілге қойылған ауыл шаруашылық жерлерді қайтаруымыз керекпіз. Ол банктердің артында кім тұрғанын, кімнің иелігінде отырғанын және қандай жолмен ауыл шаруашылық жерлерді кепілге қойып жібергенін қоғам, халық білу қажет. Қазіргі таңда бас прокуратураның ақпараты бойынша екінші деңгейлі банктер мен қаржы институттарының иелігінде кепілдік ретінде көлемі 2 миллион гектар 3900 ауыл шаруашылық мақсатында жерлер жатыр. Оны банктер және қаржы ұйымдары өздері пайдаланбайды және сол жерлерді мемлекеттік меншікке қайтаруға асықпайды. Осы банктердегі кепілге қойылған, қамауда жатқан 2 миллион гектар жердің ішінде үлестік ауыл шаруашылық мақсатына жерлер бар екенін халық біле ме? Заңсыз, жемқор әкімдердің кесірінен пайлары, яғни шартты жер үлестерінен айырылған ауыл халқы табанын тоздырып, ақиқат іздеу жолында пайларын қайтару үшін соттасып әлек болып жүр. Соттар талап арызды көпшілігін қараусыз қалдырады. Не болмаса талаптың ескіру мерзімін қолданып, үлескерлердің жерлерін банкке кепілге қою туралы келісім шарттарды бұзу туралы талап арыздарын қанағаттандырусыз қалдырып отыр. Қазақстан бойынша жер үлескері бар, қазір ресми ақпарат бойынша 169 кәсіпорын бар. Бірақ бейресми ақпарат бойынша бұл кәсіпорынның саны неғұрлым көп. Онда 80 мыңға жуық үлескер өзінің шартты жер үлестерін кәсіпорынға салып, бірі дивиденд алып жүрсе, көбісі кедейдің күнін кешуде. Халықтың көпшілігі өзінің жерлерін банкке заңсыз кепілге қойылғанын 5-10 жылдан кейін білген, ал қалғандар оны да білмейді. Кәсіби заңгер ретінде менің сот тәжірибемде қолыма түскен кепіл шарттарын, заң нормаларын қатаң бұзу жолдарымен жасалғандығын, халықтың шартты жер үлесінің тұратын жерлерін кепілге қою үшін кәсіпорын басшылары фиктивті жалпы жиналыс жасап, құжаттарды фальсификациялауға дейін барған. Мұндай фактілер толып жатыр. Құжаттар жеткілікті. Өкініштісі, мұны құқық қорғау органдары да байқамайды, сотта көрмейді. Ақыры, халықтың ашу ызасы күннен күнге көбейіп бара жатыр. Нақты қадам жасаудың уақыты келді. Нақты жер реформасын бастап, екінші деңгейлі банктер мен қаржы институттарының иелігіндегі жерлерге қамқор болуымыз қажет. Бұл да халықтың жер екендігін ұмытпауымыз қажет. Сондықтан да үкімет мен бас прокуратурамен бірлесе отыр. Біріншіден, 2025 жылға дейін бүкіл елде жер амнистиясын жариялап, шартты жер үлесінен тұратын және банктерге кепілге қойылған жерлерді үлескерлерге қайтадан қайтаруды көздейтін мемлекеттік жобаны қабылдау керек. Үлескерлерге еркін, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен өзге де шаруашылық ұйымдардан шығудың заңи мүмкіндігін қарастыру керек. Екіншіден, коммерциялық банктердің иелігіндегі 2 миллион гектар көлемдегі жерлерді мәжбүрлі түрде жер кодексінің 92-94 бабына сәйкес мемлекеттік меншікке қайтаруды дереу қамтамасыз ету қажет. Үшіншіден, азаматтардың шартты жер үлесінен тұратын жер пайдалану құқығын екінші деңгейлі банктер мен қаржы ұйымдарына кепілге қоюға 2 жылға мораторий енгізу қажет. Төртіншіден, заңсыз банктер мен қаржы ұйымдарына кепілге қойылған ауыл шаруашылық жерлердің тағдыры бойынша құқық қорғау органдарының ведомствоаралық комиссиясын құруды және комиссия қорытындысының нәтижесінде кінәлі тұлғаларды қылмыстық қудалау науқанын бастау қажет. 30 жылда онсызда халық қазынасынан тойған банктер мен оның артында тұрған олигархтар тойызбай, халықты ойлайтын уақыт келді. Банк пен бизнестің көңілін аулаймыз деп, ауылдың халқын бақыр мен тақырға отырғызып қоймайық ағайын. Енді оянатын, еңсемізді көтеретін уақыт келді. Аталған депутаттық сауалға заңда көрсетілген мерзім аралығында жазбаша жауап беруіңізді сұранамын.